Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін топырақтану және геология негіздері пәнінен 8-ші дәріс. Тақырыбымыз топырақтың сіңіру қабілеті. Бірінші сұрақ ол топырақ коллоидтары. Топырақ ол көлемі әртүрлі бөлшектерден тұратын күрделі жүйе. Оның құрамында ірі, ұсақ бөлшектермен қатар өте майда ұнтақталған коллоид бөлшектері де бар. Коллоидтарының көлемі 0,1-ден 0,102 микрометр болып келеді аралығында. Олар топырақ салмағының 1-2%-на дейін, 1-2%-дан 30-40%-ға дейінгі мөлшерлерін алуы мүмкін. Коллоидтардың ең басты маңызы ол топырақтың сіңіру қабілетінің өте жоғары болуына ықтимал етуі. Өйткені біріншіден, топырақтың қатты бөлігінің жалпы бет ауданының негізгі үлесі коллоид бөлшектер арқылы қалыптасады. Екіншіден, коллоид бөлшектерінің физикалық және химиялық қасиеттері олардың бетінде сіңіру құбылыстарының белсенді жүруіне жағдай жасайды. Коллоидтар топырақта минералды, органикалық минералды қосылыстар түрінде кездеседі. Екінші сұрағымыз бұл сіңіру қабілеті және оның маңызы. Топырақтың қатты, сұйық заттарды және газдарды өз бойына сіңіріп ұстау қасиетін оның сіңіру қабілеті деп атаймыз. Бұл топырақтың басты қасиеттерінің бірі болып саналады. Топырақтың сіңіру қабілеттерінің пайда болуының түрлі себептері бар. Осыларға байланысты ғалым Гедроид топырақтың сіңіру қабілетінің 5 түрі бар екенін анықтады. Олар механикалық, физикалық, химиялық және биологиялық сіңіру түрлері. Сумен не ауамен топыраққа келіп түскен қатты бөлшектердің топырақтың қуыстарынан әрі қарай өте алмай, оның бойында кептелініп сіңіп қалуы топырақтың заттарды механикалық жолмен сіңіру түрін көрсетеді. Топырақ қуыстарының мөлшеріне байланысты топырақта ұсталынып қалатын бөлшектердің көлемі әртүрлі болады. Егер топырақ қуыстары өте нәзік болса, онда осы топырақ ұсақ бөлшекті заттарды көп сіңіреді, ал керісінше болған жағдайда топырақта тек ірірек заттар жиналады. Бұл сіңіру түрі көктемде қар еріп, өзен тасығанда, қатты нөсер жаңбырлардан кейін лайлы судың топыраққа сіңуі кезінде байқалады. Топырақтың қатты бөлігінің сыртқы үстінде еріген заттардың, газдардың концентрациясының артуы топырақтың сіңіру қабілетінің физикалық түрін аңғартады. Топырақтың қатты бөлігінің сыртқы молекулалық күші әсерінен газдардың, су буының, органикалық заттардың молекулалары осы қатты бөліктің үстіне қаптарланып орналасады. Бірақ олар топырақтың қатты бөлігінің ішкі құрамына араласпайды. Топырақ ерітіндісіндегі катиондардың эквивалентті түрде топырақтың қатты бөлігінің құрамындағы катиондардың бір бөлігінің орнына алмасып сіңуі оның физикалық, химиялық немесе алмаспалы сіңіру қабілеті деп атаймыз. Топырақта катиондардың алмаспалы сіңуімен қатар аниондардың да алмаспалы сіңуі және катиондардың алмаспай сіңуі де байқалады. Енді химиялық сіңіру түріне келетін болсақ, бұның мәні топырақ құрамындағы заттардың өзара химиялық әрекеттерге ұшырап, оның құрамында ерімейтін тұрақты тұздар түзілуінде болып келеді. Химиялық сіңіру нәтижесінде пайда болған қоспалар сумен шайылмайды. Сондықтан топырақта өсімдіктердің қоректенуіне керек заттар сіңіріліп ұсталынады. Топырақтың биологиялық жолмен заттарды сіңіруі оның құрамындағы өсімдік тамырлары және микроағзалар тіршілігіне байланысты болады. Олар топырақтан жылжымалы қоректік заттарды сіңіріп, өз денелерінің талабына пайдаланып, ерімейтін күрделі органикалық қосындылардың құралуына қалыптасады. Мысалы, азот элементі биологиялық сіңіру арқасында өсімдіктер мен микроағзалардың денесіндегі ақуыздың құрамында бекіп қалады. Өсімдіктер мен ағзалар өздеріне керекті элементтерді таңдап сіңіреді. Осы ағзалар әрекеті аяқталған соң, олардың денесі ыдырап, минералданып, топырақта элементтер қайтып оралады. Топырақ құрамындағы сіңіру құбылыстарына қатынасатын заттар қосылысы топырақтың сіңіру кешені деп аталады.
топырақтың сіңіру кешенінің басты бөлігінің топырақ коллоидтарын құрайды. Топырақ коллоидтарының бойына алмаспалы сіңген катиондардың жалпы мөлшері топырақтың сіңіру көлемі немесе алмасуға жарамды катиондар көлемі деп аталынады. Осы көрсеткіші 100 грамм топырақтағы миллиграмм эквивалентпен өлшенген катиондар көлемімен есептейді. Топырақтың сіңіру көлемі оның типіне, коллоид бөлшектердің мөлшеріне және топырақтың гранулометриялық құрамына байланысты болады. Қазақстанның жазықтық аймағында тараған топырақ типтерінің сіңіру көлемі 100 грамм кәдімгі қара топырақта 35 пен 40 аралығында, оңтүстік қара топырақта 30 пен 35, күңгірт қара қоңыр топырақта 25 пен 30, қара қоңыр топырақта 20-25 аралығында, ашық қара қоңыр топырақта 15-20 микроэквивалент болады. Топырақ сіңіру қабілеті арқылы өзінің экологиялық қызметін толық атқаруға мүмкіндік алады. Осы қабілеті оның құнарлылығын қалыптастырады және топырақтың түзілу құбылыстарына ықпалын тигізеді. Ауыл шаруашылығын қарқынды жүргізу барысында қолданылатын тыңайтқыштардың, мелиоранттардың және пестицидтердің топырақпен әрекетінің тиімділігі оның сіңіру қабілетімен тығыз байланысты болады. Сіңіру қабілеті шамалы гранулометриялық құрамы құм топырақ, қолданылған тыңайтқыштардың, пестицидтердің біраз бөлігін сіңіре алмауы мүмкін. Сөйтіп олар қоршаған ортаның жер асты суларының ластануына жағдай жасайды. Осымен дәрісіміз бітті, аяқталды.